Сәлем достар, қайырлы күн, біздің каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін Маңға келдік. Маңға келдік. Айшаға мектепке қажетті канцтоварларды алуға келдік. Мына жерде қараңыздар, қаншама канцелярский товарлар бар. Осының ішінен Айша қазір өзі таңдап алады қажетті заттарын. Сондай бізбен бірге болыңыздар. Айшаның не алғанын көріңіздер. Айша уже бізде сабаққа барады. Сентябрь басталмаса да енді дайындық, мектепке дайындық. Мында түсетін единорог па, единорог. Бәрін бірдей қылып алса, единорог болса, бәрін единорог қылып, или анандай қылып. Бар ма екен сондай бірдей, мысалы, бәрін единорог қылып, дәптерді де сондай қылып, рисованияны да сондай қылып. Мынандай үйде бар. Мынандай нелер бар екен. Маған қараңыздар. Достар, күшті, иә? Мындай нелер. Не дейтін еді? Фломастер бар екен, мындай фломастер. Көрдің бе? Фломастерлер бар бірақ Айшаның. Бірақ әдемі екен, иә? Айшаға фломастер алып қойған. Қазір көреміз, аламыз ба алмаймыз? Краска ма? Мынандай краска бар екен. Мынандай бар екен. Сосын мынандай краскалар бар екен. Кішкентайын аласың ба? Бірақ бұның щеткасы жоқ екен, қызым. Щетка аласың ба? Үйде бар ғой щетка. Мынау сәуді үлкен ғой. Үстінде қағаз бар ма? Біреу ақ сол ғана. Айша мындайын алды. Мына жаққа салып отырдың ғой. Мына единорог мындай. Сосын ручка, мынандай ручка. Бірақ Айша саған жазғанға басы жіңішке керек. Мынаның басы қандай екен? Жоқ, қолың үйренгенше қызым. Анау не? Екі қыз болып көре алмайды екен, көрейін десем. Мынандай ручка бар екен. Қолы үйренгенше анандай ручка керек қой. Кәдімгі. Басы жіңішке жазатын керек қой Айшаға. Мороженый ручка екен ғой. Кекс екен, мороженый емес. Кекс екен. Қана? Осындай ручка аламыз ба? Или бұл неміз ба? Айдында жүрмейді. Айдын соққа бармайды, Айша барады. Не алатын едік біз? Сіздер алып қойдыңыздар ма, достар? Не алдыңыздар? Біз Айша биыл бірінші сыныпқа барады. Біз бірінші рет алайын деп жатырмыз. Мектепке заттарды. Сол үшін онша білмейміз, не алу керектігін. Жаза кетіңіздер, біздің алмаған заттарымыз болса тағы да аламыз. Намысында 20 түк бар. Не бұл? Обложки дейді. Әкел. Мынандай деп. Обложки дейді, мынандай несін алып, дәптерді қаптайтын қабын ішінде 20 штук бар екен ішінде. Оны емес 20 штук екен. Сосын мынандай дәптерлер алдық. Қана екінші дәптерін көрші, тоқта ішін көрейік. Анда біреу жазу жазатын, біреу есеп шығаратын дәптері керек. Бұл есеп шығаратын дәптері. Осындай дәптер ғой бірінші сыныпқа да. Осыны алдық ал. Ойбай. Дұрыс қой, есеп шығаратын. Сосын алады не? Не, пластилин ба или? Тесто, пластилин, 6 цветов с листками дейді. Пластилин, мынандай пластилиндер бар екен. Басқа шандай слайм сияқты пластилин екен. Кәдімгі обычный пластилин ала бересің ба, Айша? Бұл гуашь екен. Гуашь екен. Жоқ, гуашь керек емес. Гуашь керек емес, кли. Кли, мынау емес па кли деген? Бұл қандай кли? Кли жегін болса, кли басқа кли жоқ. Сол клиді аламыз. Альбом аламыз для рисования. Осы мысықты аласың ба? Жаңағыда единорогтікі жоқ па екен? Жаңа неден единорогты алдың ғой? Бәрін бірдей қыласай деп айтқаным ғой. Цветной бумагадан. Осы альбом ғана бар екен, оны жейді. Мынандай альбомлар да бар. Не? Бұл не? Бір қауан алайық. Карандаштар ма? Бар емес па карандаш аласың ба? Цветной карандаштарың бар ма деге? Бар. Қоймадың ба? Нені? Цветной нені? Бумаганы. Жоқ, мынандай нелер бар екен. Пиши, не дейді? Пиши стирай дейді. Не ғой деймін? Жазып өшіретіндері бар ма сонда? Мына ручка екен да? Көремейдің. Ручкасы екен. Жазасың, еще өшірет екен. Өшіретіні бар ма өзінің? Өзінің өшіретіні бар екен.
мындай бар экен. Айша мындай ручкалар бар экен. Коромидка екен. Коромид жақсы көрем, алам. Коромид жақсы көресің ба? Жаңағы ручканы қоя сал, Айша бәрін жақсы көремін деп алам. Мындай цветная карандаш, цветной карандаштар бар екен. Мындай пеналдар бар екен. Мындай пенал бар екен. Сумкалар бар екен. Тақперлер емес, биология. Бұл өткендетті. Достар, тағы не алу керек? Бізге жазып кетіңіздерші. Біз білмейміз, бірінші рет мектепке бара жатыр ғой бала шағамыз. Айша бірінші сыныпқа барады. Білмей жатырмыз, не алу керектігін. Біздің алғандарымыздан коромидкінің ручкасын алдық. Раскраска алыпты. Цветная бумага мынандайын алды. На рисование. Мынаны қоя сал, мына ручка алдың ғой, коромид алдым. Арайға, Айшаға ше, арай. Мынау не? Замазка ма? Мынау не? Замазка ғой бұл, бірақ саған керек емес ау бұл. Жоқ, клей екен. Жаңа клейдің орнына осы клейді аласың ба? Коромидың клей екен. Жаңа ана клейдің орнына осы клейді аласыз ба екенбіз. Клей канцелярский пыва дейді, бірақ пыва деген бола ма бұл? Түсінбедім, достар, жаза кетіңіздер. Пыва деген қандай клей? Біз мынандай обычный клей алдық. Мына пыва дейді, бұл бола ма, Айша? Не ол пыва дейді? Білмеймін, соны мен де білмей тұрмын. Сол пыва клей деп жазып қойыпты да. Бола ма, ол болмай ма? Ол екеу ала сайын да? Мына не? Не бұл? Білмеймін, мына не, достар? Не бұл? Просто тұршы, мен оқып көрейін да. Бұл не екен? Аяғым. Білмеймін, балалармен жасысын беремін. Өшіргіш ба? Өшіргіш ау деймін? Как вы думаете, өшіргіш ба мынау? Ойбай. Өшіргіш, мам. Өшіргіш ба? Жазбапты, не екен? Алам ба? Алайын ба? Пластик. Я, өшіргіш екен. Осы мынандай түрі бар екен, Айша. Мынандай жасыл түрі бар екен, құсты. Қазір коромидка бар ма, жоқ па, көректі? Мынандай бар екен, единорогтікі бар екен. Мынандай құстықы бар екен. Қазір кроми бар ма, жоқ па, көріп тастайын да. Мынандай фиксикиткі бар екен, достар. Фиксикит аласың да. Фиксикиткін алдық, ана жақта коромидкін алдық. Тағы нелер бар бізде? Мындай да өшіргіштер бар екен. Я. Мындай да өшіргіштер бар екен. Тама не? Блок для заметок дейді. Мындай не ғой, саған керек емес қызым, үлкендерге арналған ғой. Достар, тағы не алсақ болады? Сызғыш бар емес па үйде? Көп емес па сызғыштар? Мынандай карандаш алмайсың ғой, я точно? Алмайым дейді. Үйде Айшаның үлкен наборы бар ғой, алдыңғы видеода көрсеткенімізше. Мынау ұштағыштар мынандайлар бар екен, Айша. Тағы қандай бар? Мынау өшіргіш қой, өшіргіш. Солақ бар ой дейм, Айша? Мынандай бар екен. Екеуі бірдей ғой, е? Осындай ғана бар екен. Үштағыш жоқ екен басқа. Мындай карандаш алып жатырмыз үшін. Үш түрлі карандаш. Циркульдар ғой, пока саған керек емес, циркульдар. Я, алдында ұстамай қалдым ғой. Циркуль керек емес, пока бірінші сыныпқа. Керек па, достар? Қалай ойлайсыздар? Циркуль бірінші сыныпқа керек па, керек емес? Мынандай не? Экономайжылы зақты деп бала шағымен болған екен. Краптың үстіне шу ярында бар еді. В общем, достар, бізде енді тағы да үлкен жерге шығамыз. Ол кезде де сіздерге қызық болып жатса түсіретін боламыз. Қазірше сау болыңыздар.